Армысыздар ағайын. Абай қазақ халқының рухани қазынасына өз үлес қосқан ғұлама. Қазақ халқының ел болу жолында ұлан ғайыр еңбек еткен данагер. Демек, Абай мұрасы ел игілігі. Ал сол игілікті зерттеп, ұлттық құндылығымызға айналдыруда абайтанушы ғалымдардың сіңірген еңбегі орасан зор. Абай мұралары 2 ғасырға таяу уақытта көп зерттелді. Абайтанудың бастауы 20 ғасыр басындағы қазақ тарихының оқшау құбылысы алаш қозғалысы тұсынан басталады. Әлихан сол кезде патшалық билікке қарсы күресіп жүріп, бірінші орыс төңкерісінің лебімен қаншама кітап керек болды, соның бәрін шығаруға толық мүмкіндік алды. Ал енді сол Абайдың тұңғыш шығармалар жинағы, оның ішінде қара сөздері бар, сөйтіп Санкт-Петербургтен шығуы, біз сөйтіп Абайдың осы бүгін бәріміз көбінесе жатқа білетін, немесе күнделікті оқитын Абай шығармалары мен қара сөздерін осы күнге жеткізген ең бастысы ол Әлихан Бөкейхан болады. Алаш ардақтылары Абай аңсаған әділетті қоғам ғана емес, Абай жүйреген күллі адамдық, кісілік құндылықтарды тұтас елдік мінезге айналдыруды мұрат тұтты. Әлиханның өзінің 1889 жылы Дала ойлаты газетінде қазақша орысша шыққан мақалаларын оқып қарасаңыз, ол жерде Абайдың үлгісімен дүмше молдаларды, болыс билерді, алаяқ жемқор қазақтарды өлтіре сынайтын мақалаларын көреміз. Бұл Әлиханның сол ағасы Абайдың сыни көзқарасын бойына сіңірген байқайды. Қайым Мұхамедханұлының ғалымдық тұлғасындағы өзекті желісі мен үзілмес тіні абайтану екені белгілі. Ғалым зерттеушінің Абай заманының ақындары, Абайдың ақындық мектебі, Ағай шығармаларының текстология сияқты монографиялары абайтану іліміне қосылған сүбелі еңбектер. Қайым Мұхамедханов ғалым, профессор, абайтануды ғылыми негіздеуші, әрі алғашқы текстологы, ақын, жазушы, драматург, Қазақ КСР гимнінің авторы, әдеби аудармашы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері. Семейдің педагогикалық институтын үздік аяқтап, кафедрада оқытушылық қызметке қалдырылған соң, Қайымның зерттеушілік және ақындық шығармашылық ұмтылысы жаңа екпін алады. Сондай тынымсыз ізденістің нәтижесімен Абайдың 100 жылдығына арналған 1945 жылғы мерекелік басылымға Мұхамедханов іздеп тапқан 9 өлеңі енген. Семейде ұлы ақынның тұңғыш музейін ұйымдастырудағы еңбегі де абайтануға қосылған зор үлес. 1943 жылы Алматыға келген бір сапарында жас ғалым Қазақ ССР-ның тұңғыш гимніне байқау жарияланғанын естиді, қатысуға тәуекел етеді. Байқау қорытындысында Әбділда Тәжібаев, Ғабит Мүсірепов және Қайым Мұхамедхановтардың өлеңі жеңімпаз деп танылады. Үкіметтік комиссия ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған деген тіркестегі ер қазақтың орнына біз қазақ деп бірақ сөзін өзгертіпті. Мәскеудің оспадар саясатының әсері болса керек. 1945-50 жылдарда Қайым Мұхамедханов өзінің зерттеу тақырыбы бойынша 11 мақала жариялайды. Абайдың әдеби мектебі бойынша кандидаттық диссертациясын жазып, 1951 жылы академик Мұхтар Әуезовтің жетекшілігімен ғылыми кеңесте қорғап шығады. Өкінішке орай, осыдан кейін-ақ Қайым Мұхамедхановта сталиншыл зұлмат биліктің қаны шеңгеліне ілінеді. Негізгі тағылған айып ұлтшылдық. Ал ұлтшылдықтың өзегі не десеңіз, ол Абайды қорғау, Әуезовті қорғау. Жас ғалым пантүркистік, панисламистік идеяларды насихаттап отыр. Бұл Әуезовтің Алашорда тұсындағы бағыты мен бағдарын қолдау. Оны зерттеуге мәжбүр етіп отырған Әуезов деген пікірлер айтады сол кезде. Тергеу барысында қиынаудың барлық сатысынан өтеді жас ғалым. Сонда да өз пікірінен бас тартпаған, ұстазы Әуезовті сатпаған. 1954 жылдың желтоқсанында оған кесілген үкім 25 жылға бас бостандығынан айыру. Бірақ Советтер одағындағы қалыптасқан саяси ахуалға орай Қайым Мұхамедханов Қарлаг лагерлерінде 3 жыл отырып, 1955 жылы толық ақталып, Семейге оралады. Кезінде
Қайым Мұхамедханұлын ОГПУ, НКВД, мына үш әріп сағын сындыра алмаған. Сол кезеңде бір ғана хатқа қол қоясың, Әуезовтің ұлтшылдығын көрсетіп, соған қол қойсаң болды. Бірақ ол ешқашанда Әуезовті сатқан жоқ. Өйткені суық карцер, ыстық карцерде Қайым Мұхамедханұлы отырған. Өйткені оны әрбір кәдімгідей қайнап, тергеп, қол қойдыру үшін әуелі суық карцерге қамаған. Одан бұл бір кісі бір табан шегін жасамаған, соны ыстық карцерге. Сөйтіп өзі жазады естелігінде. Кәдімгідей зорлық зомбылықтың бәрін көрген. Бірақ Абай Әуезов сатқан жоқ. Ал Әуезов қуғын сүргінді көріп жүргенмен ол Абайды сатқан жоқ. Ақын, драматург әрі ғалым Қайым Мұхамедханұлының жарты ғасырлық еңбек еткен жері Семейдің мемлекеттік педагогикалық институты. Бұл Абайдың 150 жылдық әлемдік тойы қарсаңында ғұлама ғалымның Абайдың ақын шәкірттері атты 3 томдық монографиясы жарық көрді. Сол мерейтойға арнайы дайындалған Абайдың 2 томдық академиялық жинағы Қайым Мұхамедханов жетекшілігін және ғылыми ізденісінің зор жемісі. Осынау танымдық еңбек үшін 1996 жылы Қайым Мұхамедхановқа Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы беріледі. Ол ғылыми еңбегінің басты мұратына Абайды, Алаштың аңсарын және Мұхтар Әуезовті ғұмырлық темірқазық етті. Сондықтан да ол Абайды зерттеуде Әуезовтің жетекшілігін нысанаға ала отырып, рухани бостандығын дәлелдеп кетті.